Компьютерлік сауаттылық курсы жұмыс үстелі тақырыбы. Windows 10 операциондық жүйесінде сіз ең жиі қолданатын және де ең тығыз байланысқа түсетін элементтердің бірі ол осы жұмыс үстелі. Жұмыс үстелі негізінен тап-таза болуы да мүмкін, бірақ көбінесе онда бірнеше түрдегі иконкалар, яғни осындай элементтер болады. Оларды бірнеше топтарға жинақтауға болады. Жүйелік иконкалар, яғни себет, менің компьютерім, менің құжаттарым деген сияқты арнайы жүйелік иконкалар. Одан кейінгі топ ол белгілі бір бағдарламаның файлдары. Мысалы, мына жерде Microsoft Word бағдарламасының файлдары көрсетілген. Одан кейінгі топ папкілер. Бұл топтың әрқайсысына жеке-жеке алдағы сабақтарда тоқталатын боламыз. Папкілерді қалай жасаймыз, қалай өшіреміз, қалай көшіреміз, файлдармен қалай жұмыс істейміз, олардың атауларын қалай өзгертеміз, мына арнайы жүйелік иконкалар жоғалып кеткен жағдайда оларды қалай қосамыз, қайдан табамыз деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Әзірге осы жұмыс үстелімен жақынырақ танысайық. Сіздерге түсінікті болу үшін осы жұмыс үстелін сіздің смартфоныңыздағы бастапқы экрандағы бет ретінде қарастыруға болады. Ең негізгі қолданатын ақпараттарды, жиі қолданатын файлдарыңызды осы жерге жүйелі түрде қойып қоя аласыз. Олардың орнын өзіңіз қалаған жерге жылжытып орналастыра аласыз. Сонымен қатар белгілі бір бағдарламаларды ашатын болсаңыз, олармен жұмыс істеуді де барынша ыңғайлы етіп ұйымдастыруға болады. Мысалы, қазір біз интернет браузерін іске қосайық. Және де сіздің пернетақтаңыздағы екі батырманы бір мезетте басу керек болады. Windows батырмасымен қатар Tab батырмасын басатын болсақ, бізде жұмыс үстелдерін баптау панелі ашылады. Міне, байқап отқандарыңыздай бізде бір жұмыс үстелі бар, және біз сол жұмыс үстелінде өзімізге интернет браузерін ашып қойдық. Жоғары жақта қарасаңыздар, жаңа жұмыс үстелін құру батырмасы бар. Создать рабочий стол. Басатын болсақ, бізде байқап отсақ, енді екі жұмыс үстелі пайда болды. Біреуінде интернет браузер ашылған, екіншісі әзірге бос. Дәл солай біз өзіміз қалағанымызша тағы да жұмыс үстелдерін қоса аламыз. Енді екінші жұмыс үстелге кірейікті, осы жердегі бір құжатты ашайық. Көріп отқандарыңыздай, бұл панельде бізде енді Word бағдарламасының құжаты ашылды. Енді тағы да Windows Tab батырмасын басатын болсақ, біз көріп тұрмыз. Екінші жұмыс үстелінде бізде тек қана Microsoft Word бағдарламасы ашылған, біріншісінде браузер ашылған, ал үшіншісі бос. Үшіншісіне басып көрейік. Байқап отқандарыңыздай, бұл жұмыс үстелінде ешқандай бағдарлама іске қосылмаған сияқты, ешқандай ашылып тұрған бағдарлама жоқ сияқты тап-таза күйде тұр. Енді әрине әркез Windows Tab батырмасын басып көшу ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Сол себепті горячие клавиши дейді, яғни ыстық батырмалар осы жұмыс үстелдер арасында ауысуды жеңілдетеді. Бірінші жұмыс үстеліне көшейік. Байқап отқандарыңыздай, олардың реті бар. Бірінші жұмыс үстеліне көштік. Енді пернетақтадан Ctrl, Windows және де оң жаққа бағытталған бағытша батырмасын басатын болсақ, біз келесі жұмыс үстеліне ауысамыз. Басылған батырмалар тізімі көрсетіліп тұр. Тағы да бір рет басатын болсақ, біз үшінші жұмыс үстеліне ауысамыз. Ары қарай басатын болсақ, ешқандай өзгеріс болмайды, себебі бізде жұмыс үстелдер аяқталды. Енді керісінше солға қарай батырманы басатын болсақ, біз екінші жұмыс үстеліне көштік. Осылайша жұмыс үстелдер арасында оңай ауысып отыруға болады. Енді тағы да жұмыс үстелдермен жұмыс істеу панеліне көшейік. Үшінші жұмыс үстеліне ауысайық. Бұл жерде біз бірден бірнеше әрекеттер жасайық. Біріншіден Microsoft Word бағдарламасын ашайық. Сонымен қатар мына біздің бос тұрған папкамызды да ашып қояйық осылай. Енді қайтадан жұмыс үстелдерін баптау панеліне ауысайық. Байқап отырғандарыңыздай, үшінші жұмыс үстелінде біз жаңағы ашқан
Microsoft Word бағдарламасы және де біздің бос тұрған папкамыз. Дәл осы жерден осы бағдарламаны да жабуға болады, папканы да жауып тастауға болады. Алайда толығымен осы жұмыс үстелінде өшіріп тастауға болады. Байқап көрейік. Енді байқағандарыңыздай, сол жұмыс үстелінде ашық тұрған бағдарламалар мен кез келген әрекеттер жойылып кетпейді. Олар одан кейінгі жұмыс үстеліне қосылады. Біздің ашып қойған Microsoft Word файлымыз бен ашқан папкамыз келесі жұмыс үстеліне өтті. Осылайша жұмыс үстелдерін тиімді пайдаланып, өзіңіздің жұмысыңызды жеңілдете аласыз. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа көше берсеңіз болады.